Миллиондаған аудиториясы бар әрбір интернет уағызшыға сене беруге бола ма? Діни беделді жеке пайда мен коммерцияға пайдалану қандай қауіпке әкеледі? Абу Умар Саситлинскийдің шын есімі Исраил Ахмед Набиев. Ол әлеуметтік желілерде діни тақырыптағы дәрістер арқылы кең аудиторияға танылған интернет уағызшылардың бірі. Алайда оның қызметіне қатысты түрлі сын пікірлер мен дау-дамайлар да айтылып келеді. Таралған ақпарат бойынша ол 2014 жылы Ресейден кетіп, кейін Түркия мен Африканың бірқатар елінде медиа жобаларын жүргізген. Оның «Секрет успеха в обоих мирах Абу Умар» атты кітабы Қазақстанда сот шешімімен экстремистік материал деп танылған. Кітапты ел аумағына келуге, басып шығаруға және таратуға, соның ішінде әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде бөлісуге тыйым салынған. Сонымен қатар, құқық қорғау органдарына түскен мәліметтерге сәйкес, Абу Умар басқа бір уағызшымен бірге қатерлі ісікке қарсы құрал ретінде жарнамалаған капсулаларды насихаттаған. Жарияланған ақпарат бойынша өнімнің бағасы шамамен 11.000 ақш долларын құраған. Кейбір сатып алушылар емдік әсер болмағанын айтып, қаражатын қайтаруды талап еткен. Жекелеген жағдайларда денсаулықтың нашарлағаны туралы да ақпарат тараған. Діни танымалдылық медициналық біліктіліктің дәлелі емес. Денсаулық мәселесінде білікті дәрігер мен дәлелді медицинаға, ал діни мәселеде ресми діни мекемелерге жүгініңіз. Ақпаратты тексеріп, заң мен тыйым салынған материалдарды таратпаңыз.